Ал, саламатсыздар оқушылар, отырыңыздар. Енді бүгін балалар сабақты бастамас бұрын тақтаға назар аударыңдар, алдарында бағалау парағы. Осы бүгін сабақта 4 түрлі тапсырма жасаймыз. Бірінші тапсырма сұрақтарға жауап беру. Яғни қазір сабақтың басында сұраққа жауап бересіңдер, сабақтың ортасында жауап бересіңдер, иә? Жалпы 2 балл аласыңдар. Не 1 балл, не 2 балл. Келесі топтық жұмыс болады. Мында сіздер жалпы 3 балл, мен айтып отырам. Келесі жеке жұмыста жалпы 4 балл, жұптық жұмыста 1 балл. Барлығы бізде 10 балл. Өткенді қайталау. Бірінші сұрақ. Робот сөзі қандай мағына береді? Кім жауап береді? Чех сөзі. Қалай? Чех. Ол чех сөзі, ал қандай мағына береді? Жақсы, өте жақсы, өзіңе белгілеп қой. 1 балл. Келесі роботтың қандай түрлері бар? Дербес қозғалатын. Жәндік тәрізді. Жақсы, Полина өзіңе балл қоясың. Келесі роботтың жадында не болады? Не болады? Жадында. Күрделі не? Толық жауап бер, күрделі бағдарлама. Жақсы, Венера, балл қой. Робот неше бөліктен тұрады? Неше бөліктен? Санмен айтасыңдар. Кім айтады? 3. Өзіңе балл қой. Қандай? Кім атайды? Так, қол көтереміз, Валера. Бақылаушы, механика, бөлшектер и тетіктер. Тетіктер, жақсы, өзіңе балл қой. Және соңғы сұрақ. Кеше біз Вакамару роботы туралы өттік, иә? Бұл қандай робот? Еске түсіреміз. Қол, Андрей? Гуманоид робот, жақсы. Тағы да қосатын бар ма? Гид роботы деп айттық. Иә, жақсы, Андрей өзіңе балл қой, досым өзіңе балл қой. Сонымен роботтар туралы алған біліміңіздерді еске түсіріңіздер. Енді бүгін бізде келесі сабақтың тақырыбы, мақсаты қараймыз. Мына 3 сан нені белгілейді? 3. Оқылым, дұрыс айтасыңдар. Яғни біз бүгін сіздерді оқылым мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтап, қорытынды жасаймыз. Өзектілік деген не? Кім айтады? Өзектілік. Қалай аударамыз? Актуальность, дұрыс айтасыздар. Сосын қорытынды жасаймыз. Қорытынды деген не? Дұрыс, жақсы. Түсінікті ме? Мақсат. Түсінікті. Екінші, біз сіздермен құрмалас сөйлемді бастадық, иә? Соның ішінде бүгін қимылсын бағынғы сабақта құрмалас сөйлемнің жасалу жолдарына тоқталамыз. Мақсат түсінікті ме? Түсінікті. Жақсы. Ал келесі, сонымен жаңа тақырыпқа көшпес бұрын біз жаңа сөздермен танысайық. Сіздер білесіздер, қорытынды аттестацияда сіздерде ең бірінші тапсырма қандай? Экзамен. Қандай ең бірінші тапсырма? Мәтін ішінен синоним сөздер табу. Сондықтан мына сөздердің синонимдерін есте сақтап жүріңдер. Сонымен бірінші сөз бізден дене бітімі адамның тұла бойы деп айтады. Барлығы, мынау бас, қол, аяқ барлығы дене бітімі дейді. Түсінікті ме? Мағынасы түсінікті ме? Түсінікті. Келесі сөз жетілдіру. Сіздер дамыту сөзін білесіңдер, жақсарту сөзін. Дамыту қандай мағына береді? Аударамыз. Қалай? Жақсы. Сон жетілдіру сол мағынада. Түсінікті ме? Так, жақсы. Келесі сөз зертхана. Бұл сөзді білесіңдер, ол зерттеу жасайтын не? Орын. Түсінікті, иә? Зертхана не екен? Так, келесі сөз тұжырымдау. Қорытындылау, түйіндеу. Жаңа қорытындылау сөзі не дедік біз? Вывод, соған, мағынасына соған келеді. Және келесі сөз ажырату. Вот жаңа сөзі бүгін болады. Ажырату, тани алу, айыру. Яғни бүгін сіздер роботтың 3 түрін өтесіңдер, соларды ажыратасыңдар. Түсінікті, иә? Так, сонымен ішімізден мына сөздерді қайталап шығамыз. Мен айтып отырам, сіздер іштеріне. Дене бітімі, жетілдіру, зертхана, тұжырымдау, ажырату. Яғни ертең емтиханда кездессе, сіздер таба аласыңдар. Мен сіздерге қосымша мәлімет дайындаймын. Тыңдаймыз. Мынаны сабақтың нәтижесіне қосуға болады. София Ганкоктық Хэнсон Robots компаниясымен құрастырылған адам тәрізді робот. София 2017 жылдың қарашасында Сауд Арабиясы азаматшасы атанды және де мемлекеттің азаматтылығын алған ең алғаш робот болып табылады. Мен бақыттымын, ренжідім, қорқып тұрмын, ашулымын, әзілдеймін. Көріп тұрсыңдар, иә? Қандай робот жасады? Так, жақсы. Оқылым мәтінмен жұмыс жасаймыз.
Қазір оқулықпен жұмыс болады. 113 бетті ашамыз, 5-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мында бірінші гуманоид робот ол София, да? Содан кейін бізде Шеки, сосын Крио. Мәтін оқып шығайық. Оқығанда мазмұнына назар аударыңдар. Есте сақтаймыз. Түсінікті ме? Есте сақтау арқылы қазір тапсырма орындайсыңдар. Ал кім оқиды? Бірінші мәтінді. Кім оқиды? Аня, ал оқы. Гуманоид роботтар дене бітімі адам денесіне негізделген роботтар. Олар андроид роботтар деп те аталады. Олар адамның физиологиялық ақылой ерекшеліктері жағынан әлдеқайда жетілдірілген. Жаңа сөз, жетілдірілген. Гуманоид роботтардың басы, екі қолы, екі аяғы мен кеудесі бар. Кейбір гуманоид роботтардың беті, көзі мен аузы да бар. Сонымен мынау қандай робот? София. Яғни бұл роботтың, бұл қандай робот? Андроид робот, түсінікті ме? Есте сақтаймыз. Дене бітімі адамға негізделген. Дене бітімі не дедік? Бүкіл денесі. Адам сияқты жаңа сөйледі ғой. Я, түсінікті ме? Да, келесі. Ақыл ойы жетілдірілген. Ақыл ойы, ойлайды, сұраққа жауап береді. Түсінікті ме? Ауыстыруға болады. Келесі. Физиологиясымен ерекшеленеді. Қараңдар. Адам сияқты, я? Бұл физиологиясы дұрыс. Так, басы, қараңдар, екі қолы, екі аяғы, кеудесі бар. Бар ма? Бар. Беті, көзі, аузы бар. Бар ма? Бар. Осыны есте сақтаймын. Қай топқа керек, мен білмеймін. Так, жақсы. Келесі робот. Бұл қандай робот? Осында робот ең алғашқы шыққан. Қай жылдары? Бізге Ринат оқыды, да? Жылдарды есте сақтаймыз. 1966-72 жылдан жасалған. Келесі. Өз әрекетін тұжырымдай алады. Жаңа тұжырымдайды, не істейді? Қорытынды жасайды. Я? Так, келесі. Теледидар камерасы бар. Міне, көріп тұрсыңдар ғой. Бас емес, теледидар камерасы бар. Сосын қашықтық өлшеушісі бар. Бұлай қарағанда қашықтықты өлшей алады. Содан кейін дыбыс беретін тетігі бар. Тетік дегеніміз не? Датчик. Жақсы. Түсінікті ме? Түсінікті. Так, келесі робот бізде. Мынау? Крио. Так, ақылды қабілетті. Но басқа роботтарда ақылды қабілетті. Бірақ кітапта осы робот туралы жазған. Басқа роботқа осыны жазсаңдар, ол да дұрыс болады. Келесі. Екі аяқты ойын сауық роботы. Ерекшелігі қараңдар. Аяқ Софияда бар. Бірақ бұл ойын сауық роботы. Ойын сауық сөзін естідік, я? Орталық бар қалады. Так, келесі. Дауысты ажырата алады. Түсінікті, я? Ажырата алу, таны алады. Сол сөздермен алмастыруға болады. Бет әлпетті таны алады. Вот сізге қарайды ғой. Бет әлпет. Бет әлпет, мынау не? Адамның беті. Адамдарды есте сақтайды. Вот бір қарайды ма, соны есте сақтайды. Вот қазір сіздердің қалай есте сақтайтындарыңды көреміз. Сосын не істейді? Сөйлей алады. Бірақ сөйлей алады, оны Софияға да жатқызуға болады. Бола ма? Болады. Мына тірек сөздерді есте сақтап, қазір сіздер топтық жұмыс жасайсыңдар. Тапсырма мынадай. Қазір мен сіздерге осы роботтарды бөліп берем. Өз сөзімен осы роботтар туралы есте не сақтады? Сол туралы 3 не 4 сөйлем жазасыңдар. Қанша сөйлем жазасыңдар, сонша балл жинайсыңдар. Топ ішінде. Түсінікті ма? Мына жерде дұрыс Кирилл мынаған қос сіздерге София болсын. Сіздерге Крио болсын, сіздерге Шеки болсын. Тапсырма 3 минут орындайсың, мына қараңдар, көп. Сағатқа қараймыз, я? 3 минут қана уақыт беріледі. Теледидар то, что он в 1966 году сделал по 1700. Нет, это уже было. Искусственный интеллект. Кит-то почему не переводится? 'Ал енді ары қарай келесі тапсырманы орындаймыз. Так. 1 минут 30 секунд. 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 1
сөйлемдерді сәйкестендіріп талдаңыз. Алдарында карточкалар бар. Көріп тұрсыңдар да? Сөйлемдер. Бұл сөйлемдер қараңдар. Жаңағы біз сіздермен өткен роботтар туралы мағлұматтан алынған, бірақ бұл сөйлемде перифраз түрінде берілген. Перифразды білеміз ғой? Бұл бізде емтиханда кездесетін екінші тапсырма, перифраз. Яғни бұл сөйлемдерді сәйкестендіресіңдер. Ал бұған 1 минут уақыт беріледі. Болды уақыт. Жасыл қалам аламыз. Дәптермен жұмыс болады, дәптерімізді ашамыз. Тақтаны не жазып? Досым, дәптерімізді ашамыз. Бүгін күн жазып қоямыз. Бүгін нешесі? 20. Екі жол тастаймыз. Талдау уақытында мындай дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Құралаулы мүшелерді дұрыс табады, оған бір ақпал аласыңдар 3 сөйлемде. Құралаусыз мүшелерді дұрыс табады, оған да бір ақпал аласыңдар. Бір анықтауыш, толықтауышты қателессеңдер бал алмайсыңдар. Содан кейін қимылсын банкы сабақта сомасыз жасалу жолын көрсетесіз, яғни журналын белгілейсіздер. Белгілемесіңдер, оған да бал алмайсыңдар. Түсінікті ма? Қазір орындарында дәптерге көшіріп жазамыз, талдаймыз, бір оқушы тақтада орындайды. Орындайды. Это Баян Дауш. Так, жақсы. Задаем вопрос ко мне. Не, щеки. Щеки. Бұл? Бастауш. Начинаем с конца. Орындайды Салай. Это Пысықтауш. Как? Ага. Пысықтауш. Дұрыс. Кешір. Пысықтауш. Толық тауыш. Калай. Тұжырым дап. Бұл не болады? Пысықтауш. Это Баян Дауш. Баян дауыш. Так, как там? Нені. Әрекетін? Өз әрекеттерін. Өз әрекет, бірге ала сал. Хотя можно жеке. Бұл өрсін. И не белгілеміз? Журнал. Журнал. Қандай? Б журнал. Қазір жұптық жұмыс. Қазір жұпта, дәптерге жұптың біреуі өзектілігін жазады. Бүгін біз Крио, София, Шеки туралы да білдік. Сол енді жалпы осы роботты, кеше Вакамару роботын өттік. Жалпы өзектілігі қалай аударылады? Жалпы жазасың, түсінікті ма? Ал қорытынды бүгінгі сабақ негізінде шығарасың. Влад не жаздың? Өзектілігі. Роботтар тәкірібі бүгінгі күнге дейін өзекті өйткені роботтардың жаңа технологиялары. Ал қорытынды тез тағы бір бала. Полина, оқыш. Роботтар әртүрлі салалардағы көп уақытты қажет ететіп тапсырмаларды жеткізуді үшін жасалады. Ал енді назар аударамыз. Яғни өзектілігі бұл тақырыптың. Қараңдар, технология күн сайын дамып келеді. Роботтардың интеллектісі жетілуде. Егер сіздердің жауаптар осыған ұқсас болса, бал жинайсыңдар. Қараймыз, қорытынды. Яғни технология біз тағы да тез дамып, роботтар адам қызметін жасайды. Мына жерге мысалы сөйлей алады, адамның бет әлпетін танай алады деп жазсаңдар, ол да дұрыс болады. Ал бағалаймыз. Мен сіздерге топқа Padlet тақтасына кіру ссылкасын жібердім. Топты ашамыз бәріміз. Padlet тақтасын ашамыз. Соған 2 күн жақты күнделік стратегиясы арқылы сабаққа дейін не білдім? Яғни өткен 3 сабақта не білдіңдер? Сол туралы бір сөйлем, шағын ғана сөйлем жазыңдар. И бүгін сабақта не білдіңдер? Сол туралы жазасыңдар. Жазып, Padlet тақтасына тысқа шығарып қоямыз. Аты жөндерін жазып қойдыр айтпақшы. Немесе Дима деңдер. Оксана, Ақжол жіберді, Зарина. Тез. Сосын бұны мен оқып тұжырымдаймын. Так, ал жақсы, сабақ аяқталды. Рахмет.